Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Жаңа конституцияның ыстық суығы басылған секілді. Енді соны фальсификациялай салу қалды. Наурыздың 15-інде. Оған барсаң да бармасаң да мұғалімдер аман болсын. Бәрін билікке өздері ыңғайлап береді. Асылында не үшін конституцияны шуылдай талқылат бәрі? Осы уақытқа дейін бірде-бір соттың немесе құқық қорғау органының конституцияны құрметтеп, расымен мынаның конституциялық құқығы бұзылыпты дегенді естімеппін. Конституцияның да, басқаның да халыққа қатысы шамалы. Автократияны үстемдетіп, суперпрезиденттікті күшейткен бұл конституция оған дейінгілерде 1995 жылдан бастап тек белгілі топтың мүддесін күйттеп келеді. Конституция онда жазылғандай ең жоғарғы заңдар күші бар және ол Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында тікелей қолданылатын болса, Марат Жыланбаев және өзге саяси тұтқындар не істеп отыр абақтыда? Неге аңду, қамау, қорқыту, соттау көп конституция қорғаса? Астрологтар биылдан бастап әлем жаңарады, жер жаңарады, адам жаңарады, адамның миы, танымы бәрі өзгереді. Өзгеріс өте жылдам болады. Уақыт горизонтал емес, вертикал өтетін болады. Кванттық ілімде бәрі бір тұтас кеңістікте болады. Ойлар тез тоғысады деп қақсап жатыр. Ендеше тек Қазақстан сол жаңарудан қалама. Біздің миымыз өзгермей ме? Референдум десе топырлап барып айтқандарын істей береміз бе? Желтоқсандағы 10-шы мәрте аштығын аяқтар-аяқтамастан тағы 1,5 айдан бері ашығып жатқан Жыланбаевқа қатысы бар ма бұл конституцияның дейді. Саяси тұтқындар жайында сөз қозғаған Сания Тойкен өз жазбасын